Нихао Сиянь. Сәлем. Таң қалмаңыздар, себебі бұл Сиянь. Нихао достар, бүгін біз Қытайдың ең көне әрі тарихи қалаларының бірі Сиянь қаласындамыз. Бұл қала 3000 жылдан астам тарихы бар. Сонау Ұлы Жібек жолының басталу нүктесі саналатын қала. Жалпы Сияньға келіп тұрып, егерде бір көшеде көне ғимараттар мен үлкен алып сауда орталықтарын байқасаңыздар, таң қалмаңыздар, себебі бұл Сиянь. Дайын болсаңыздар, сіздермен әдеттегі Диана және де біз саяхатымызды бастаймыз. Ендеше достар, осы тарихи шаһармен жақынырақ танысатын уақыт келді. Алда бізді көне көшелер, ерекше сәулет өнері, дәмді жергілікті тағамдар және Сияньнің ең танымал орындары күтіп тұр. Қаланың өткен тарихы мен бүгінгі тыныс-тіршілігін бірге көріп, оның несімен ерекше екенін анықтайық. Қайырлы таң достар, бүгінгі күніміздің алғашқы локациясы бұл Сиянь қоңырау мұнарасы. Жалпы бұл локация Сияньдағы басты 4 көшенің қиылысында орналасқан, ең ежелгі, ең тарихи локациялардың бірі. Жалпы жасы 600 жылдан асады дейді бұл орынның. Және де неге қоңырау мұнарасы десеңіздер, мен артында тұрған үлкен қоңырау арқылы ежелгі Қытай кезінде күннің басталуын білген. Яғни қоңырауға дабыл қаққан арқылы елдер білген, таңертең тұрып жұмысқа бару керектігін, жалпы күннің басталуын осылай білген екен. Мұнараның биіктігі шамамен 36 метр, ал құрылыста дәстүрлі Қытай архитектурасының ерекшеліктері анық көрінеді. Ішіне кірсеңіздер, көне музыкалық аспаптар мен тарихи жәдігерлерді көруге болады. Ал жоғары қабатынан Сияньнің көне және жаңа бөліктеріне тамаша панорама ашылады. Жалпы достар, осындай тарихи орындарға кіру бір ересек адамға билет құны 30 юань, бұл шамамен 2100 теңге шамасында. Ал ендеше біз билетімізді алдық, ендеше ішке кірейік. Осы қоңырау мұнарасына қарама-қарсы бетте барабан мұнарасы орналасқан, 1380 жылы Мин әулеті салған екен. Жалпы күннің аяқталуы осы жерде нақты белгіленген, себебі осы артында тұрған барабандарға үлкен дабыл қағылып, қаланың қақпасы жабылғанын, яғни күннің аяқталуы белгіленген. Бұл барабан мұнарасы дәл мұсылман кварталына жолда орналасқан, яғни сіздер стритфудқа, жаңағы тамақтануға баратын кезде міндетті түрде осы мұнараға келіп көруге мен кеңес беремін. Көпшілік бұл барабандар арқылы ауа райын болжаған деп ойлайды. Алайда тарихи деректерге сүйенсек, олардың негізгі қызметі уақытты белгілеу және маңызды оқиғалар туралы хабарлау болған. Ал мұнда орналасқан 24 барабан Қытайдың дәстүрлі күнтізбесіндегі 24 маусымдық кезеңді бейнелейді. Сондықтан бұл жерді ежелгі Сияньнің өзіндік сағаты деуге болады. How much one ticket? Қазіргі мен тұрған локация ешқандай да тарихи локация емес. Бұл керісінше, бұл жақтың пайда болу тарихы Қытай сериалы бар екен, Чаньяндағы ең ұзақ күн деген. Соны көру арқылы авторлар жанданып, яғни вдохновляция етіп, осы локация пайда болған дейді. Жалпы сериалды ашып қарасаңыздар, тура осындай локация біз көріп
өзіміз таң қалдық. Жалпы бұл жерде сіздер Қытай костюмдерін жалға алсаңыздар болады. Сонымен қатар дәмді тамақтанып алуға болады. Және де арнайы кесте бойынша 12 сағат бойы бұл жерде шоу жүргізіледі. Кестеде арнайы көрсетіледі, қай локацияда кімдер қойылым көрсетеді, не болады. Меніңше, осы локацияға келу арқылы сіздер нағыз Қытай вайбын сезінесіздер. Сол үшін келуге тұрарлық. Бұл жер сізді бір сәтте 1000 жылдан астам уақыт бұрынғы Тан әулетінің дәуіріне апарғандай әсер қалдырады. Өйткені бүкіл кешен ежелгі Чаньань қаласының атмосферасын қайта жаңғырту үшін жасалған. Чаньань қазіргі Сияньнің көне атауы және кезінде әлемдегі ең ірі әрі ең бай қалалардың бірі болған. Сәлем! Достар, осы вайбты сезініп, осы әдемілікті өз көздеріңізбен көруге мен кеңес беремін. Жалпы дәл қазір біздің блогымызды паузаға қойып, Flyerстан мобильді қосымшасына немесе flyerstan.com сайтына кіріп, Алматы Сиянь бағыты бойынша билеттерді қолжетімді бағада алып үлгеріңіздер. 30 маусымнан бастап аптасына 2 рет сейсенбі және жұма күндері рейстерімізді орындайтын боламыз. Ал Сиянь сіздерді күтуде. Достар, қала бойынша көлік қозғалысына келетін болсақ, қалада метромен және де автобуспен жүру өте ыңғайлы. Қаланың барлық негізгі нүктелерін байланыстыратын метро желісі бар және қазіргі таңда 10-нан астам желісі жұмыс істейді. Қазір ендеше метроның өздерінің вагондарын көрсетіп кеттік. Метро жылдам, таза әрі кептеліске тәуелсіз болғандықтан туристер үшін ең қолайлы көлік түрлерінің бірі саналады. Тағы бір артықшылығы, әуежайдан метромен қалаға жетіп алуға болады. Сонымен қатар, қала ішінде автобустар да көп жүреді. Бағасы қолжетімді және маршруттары қаланың барлық аудандарын қамтиды. Ал егер жылдамырақ жетуді қаласаңыз, такси қызметін пайдалануға болады. Сияньда такси бағасы көптеген ірі мегаполистермен салыстырғанда қолжетімді, ал көлікті Alipay қосымшасы арқылы Didi бөлімінде шақыра аласыз. Ал достар, таксимен жүрген кезде кейде ыңғайсыз, себебі көшеде кептеліс көп. Сол үшін андай кішігірім байктар бар. Сіздерді діттеген орындарыңызға жақын жер болса, осылар ыңғайлы, себебі бағасы бойынша, мысалы, мен баратын локация 15 минуттық жерде бағасы бір шамамен 600 теңге шамасында. Сондықтан да біз кеттік ендеше. Тағы бір қызық мүмкіндік велосипедті жалға алу. Қаланың көптеген жерлерінде арнайы велосипедтер қойылған. Оларды мобильді қосымша арқылы жалға алып, қысқа қашықтықтарға қатынауға болады. Бағыттарды дұрыс жоспарлау үшін міндетті түрде AMAP карта қосымшасын жүктеп алған жөн. Бұл Қытайдағы ең танымал навигациялық сервистерінің бірі. Достар, Сияньда не жеймін, қайда тамақтанамын деген сұраққа жауап табу қиындық тудырмайтын сияқты, себебі бұл жерде осындай стрит-фуд, яғни көшедегі тамақтану өте көп, және де осы жерден сатып алып, артта тұрған орындықтарға отырып, дәмді тамақтанып алуға болады. Қаладағы атмосферасы ең ерекше, ең танымал орындарының бірі бұл әрине мұсылман кварталы. Тарихы мыңдаған жылдар бұрын басталатын бұл орын жалпы таңғы 8-ден кешкі 10-ға дейін жұмыс жасайды. Бірақ ең жанданған уақыты бұл күн батқаннан кейін, яғни 5-тен кейін осында келсеңіз, халықтың шуы, кәуіптің иісімен серуендеп, үйге кәдесый сатып алып, сонымен қатар дәмді тамақтануға, яғни стрит-фудтың дәмін татуға болады. Сияньда ерекше танымал нәрселерінің бірі дәстүрлі Қытай образын жалға алып, фотосессия жасау. 可以帮他做头发， И костюме? 对，穿汉服做头发。 How much? 138, 10.000 теңге. Қаланың кез келген жерінен арнайы студияларды кездестіруге болады. Мұнда сізге киім таңдап беріп, шаш үлгісін жасап, толық образ дайындап береді.
Ең қызығы, небәрі 1 сағаттың ішінде өзіңізді тарихи фильмнің кейіпкеріндей сезіне аласыз. Ал Сияньның көне көшелері мен тарихи ғимараттары мұндай суреттер үшін таптырмас локация. Сондықтан бұл тек суретке түсу емес, ежелгі Қытай атмосферасын сезінудің ерекше бір жолы десек болады. Нихао, Сиянь. Достар, Қытай халқы өзі шулы адамдар. Егер айғайлап сөйлеп жатса, ренжіп қалмаңыздар, олар ұрсып жатқан жоқ, олар жай ғана сіздерге түсіндіріп жатыр. Сол бір қызықты факт. Достар, дәл қазір біз әлемнің таңғажайып тарихи орындарының бірі терракота әскері орналасқан жердеміз. Жалпы бұл жерді көп адамдар бейресми түрде әлемнің 8-ші керемет деп атайды. Әрине, неге атамасқа? Бұл жақтың ауқымдылығы, тарихи маңызы өте зор және де таң қалуға тұрарлық. Есіктен кірген бетте сіздер бұл вайбты, яғни бұл тарихқа міндетті түрде үнелетініңізге мен сөз беремін. Бұл жақ енді өте ерекше атмосфера. Келуге әрине тұрарлық. Бұл әскерді 1974 жылы құдық қазып жүрген жергілікті шаруа кездейсоқ тауып алған. Бүгінде мұнда 8 мыңнан астам жауынгер, 100-деген ат пен соғыс арбасы табылған. Ең қызығы, мұндағы 2 бірдей жауынгер жоқ. Әр сарбаздың бет әлпеті мен киімі ерекше. Ғалымдардың пікірінше, бұл әскер Қытайдың тұңғыш императоры Цинь Шихуаньды о дүниеге қорғау үшін жасалған. Ал бұл мүсіндердің жасы 2200 жылдан асады. Осы терракота әскерінде дүкендер өте көп. Соның бірі балмұздақ сататын дүкен. Осындай мүсіндермен фисташковый дәм бар, шоколад және де құлпынай. Қазір дәмін көретін боламыз келді. Распаковка. Осы балмұздақты жегім кеп, аңсап келдім мен. Терракота әскеріне келіп тұрып қалай мен бұл балмұздақ жемей кетем. Дәмін көрейік. Сливочный мороженое сияқты, тек фисташковый дәммен. Өте дәмді. Я күшті. Достар, терракота әскерінен кейін міндетті түрде барып көретін жер бұл Хуашань таулы аймағы. Осы жерде тауға дейін арнайы фуникулерлар жүргізіледі. Канатная дорогамен бір адамға билеттің құны 280 юань екен. Қаладан егерде тура осы жерге келетін болсаңыздар, 1,5 сағат шамасында. Қазір біз келіп тұрмыз, бірақ та өткізбей жатыр, себебі ауа райы қолайсыз, сәл жел болып тұр, салқын болып тұр. Сондықтан да келесі кадрмен мен сіздерге бұл жер қандай әдемі екенін көрсетемін. Дәл Аватар тауындағыдай. Хуашань тауы Қытайдағы 5 қасиетті таудың бірі және Сиянь қаласының маңындағы ең әсерлі көрікті жер. Ол тік жартастарымен, таңғажайып табиғат көріністерімен және экстремалды тау соқпақтарымен танымал. Кейбір бағыттары әлемдегі ең қауіпті жаяу жүргінші жолдарының қатарына кіреді. Сондықтан мұнда адреналин іздейтін туристер әлемнің түкпір-түкпірінен келеді. Ал жайлы саяхатты қалайтындар үшін заманауи аспалы жол жұмыс істейді. Оның көмегімен таудың шыңына өрмелеусіз ақ көтерілуге болады. Көріністердің әсемдігі жағынан бұл жер Аватар фильміндегі таулардан еш кем түспейді. Ал қайда орналасамын, яғни қайда тұрамын деген сұраққа жауап әрине дайын. Ол booking.com қосымшасы және де trip.com қосымшалары. Жалпы өзіңізге ыңғайлы локацияда, ыңғайлы бағада, таңғы аспен, таңғы ассыз, жалпы таңдау өздеріңізде. Кез келген локацияда жалпы қонақ үйді жалға алуға болады. Және бір айта кететіні, енді қанша қонақ үйде біз орналастық, бірақ Қытайдың қонақ үйлері өте ерекше таза, заманауи, ішіндегі техникалары да, жалпы дизайны да, интерьері де өте маған ұнайды, сондықтан да сіздерге кеңес беремін.
Жергілікті валютаға келетін болсақ, 1 юань шамамен 70 теңгені құрайды. Және бір айта кететін жайт, бұл жерде қолма-қол ақша мүлдем керек емес десем де болады. Карта арқылы төлем бұл жерде ыңғайлы, сонымен қатар Alipay қосымшасын жүктеп алсаңыз, картаңызды ішіне тіркеп, сол арқылы QR код арқылы төлеп жүре бересіз. Сонымен қатар VPN қосымшасы бұл жерде актуалды, себебі бізге қажет қосымшалар Instagram, YouTube, WhatsApp сияқты қосымшалар кейде ауытқумен жұмыс жасайды. VPN сол кезде сізге көмектесетін болады. Және міндетті түрде қытайлармен сөйлесу үшін жалпы жергілікті халықпен аудармашы, яғни переводчик жүктеп алуға кеңес беремін. Офлайн түрде, онлайн түрде кез келгені қайсысы ыңғайлы. Күндізгі тарихи Сиань кешке мүлде басқа қалаға айналады. Қаланың көшелері жарыққа бөленіп, жастардың өмірі қыза түседі. Ал дәл қазір біз Сианьның ең танымал барлар көшесі Дэфу көшесіне келдік. Бұл жер көне Қытай сәулетімен заманауи түнгі өмірдің ерекше үйлесімімен танымал. Мұндағы ондаған барлар, кофеханалар, жанды музыка алаңдары мен демалатын орындар орналасқан. Шеше, қазір біз достар хот-pot деген Қытайда өте әйгілі, былай айтқанда сет дейді ғой, сет осындай хого. Қазір біз тамақты өзіміз жасап қуыратын боламыз. Ал біздің етіміз пісті, 20 секунд піседі екен. Осындай арнайы соусқа матырып жейсіздер. Ал бізге ас болсын. Дәмді. Кішкене ашты. Сол үшін күрішше жібереміз. Бірақ өте дәмді. Мен сіздерге беретін кеңесім, Қытайда болсаңыздар міндетті түрде холголардың дәмін татып көріңіздер. Ал достармен Қытайға келіп тұрып, қалайша осы жақтың деликатесін жеп дәмін татып көрмеске. Сондықтан да қазір мен қолымда шегірткелер қуырып берді, дәмдеуіштерін қосып берді, өте дәмді деді. Дайын болсаңыздар кеттік. Кішкен күйіп кеткен, бұлай дәмі күйіпсіз сияқты. Бірақ қайталауға кеңес бермеймін. Бұл орысша айтқанда на любителя ғой. Достар, кешке жасаған шегірткемен экспериментім жүзеге аспады. Сондықтан таңертең өзімді онша жақсы сезінбедім. Саяхатта, іс-сапарда ауру өте ыңғайсыз. Жалпы бұл үлкен дискомфорт туғызады. Мысалы, біздің бүгін саяхатымыздың 2-ші күні, бізде әлі 2 күн түсіріліміміз бар. Қазір өзімнің денсаулығыма байланысты біріншіден дәрігерге жүгіну керек болды. Бұл үлкен уақыт кетті. Дәріхана іздеп табу керек болды. Өйткені бұл жерде дәріхана әр қадамда емес. Және де бұл үшіншіден үлкен шығын болып тұр. Жалпы бір түсінгенім, сақтандыруды рәсімдеу өте дұрыс шешім екен. Өйткені білмейсің алда қандай жағдай болатынын, не күтетінін. Сапарым әлі аяқталған жоқ. Алда тағы бірнеше күн бар. Сондықтан бүгін туристік сақтандыруды халық қосымшасы арқылы бір мезетте ресімдедім. Басты бетте сақтандыру бөліміне өтіп, саяхат, әрі қарай медициналық туристік сақтандыруды рәсімдедім. Елді таңдау арқылы тарифті де таңдай аласыз. Қалағаныңызша жинап, демалыс түрін таңдауға болады. Әрі қарай күндерді таңдау арқылы еш уайымсыз саяхаттай аласыз. Маған ұнағаны, оны қай елде жүрсеңіз де онлайн түрде жасауға болады. Әрі сақтандыру келесі күннен бастап күшіне енеді. Достар, шынымды айтсам, осыны сапардың басында жасап қою керек еді. Сонда бүгінгі шығындардың біразын ойламастай еді. Сондықтан да менен сіздерге кішігірім, бірақ маңызды кеңес:
саяхатқа шығарда сақтандыруды кейінге қалдырмаңыздар. Менің қателігімді қайталамай, демалыстарыңызды алаңсыз, әр сәттен ләззат алып өткізіңіздер. Сәлем достар, бүгінгі таңымыз біздің Сиянь музейі мен Кіші Қазар погодасынан бастауын алып жатыр. Бүгін күн ала бұлтты, кішкене жаңбыр жауып тұр. Жалпы Сиянь музейіне кіру тегін екен. Бастысы кіреберіс жерде сіздер төлқұжат, яғни паспорттарыңызды көрсетуіңіз керек. Бұл Сиянь музейінде сіздер қала тарихын, өркениетін, жалпы Қытайдың мәдениеті туралы таныса аласыздар. Бұл жерде көне ғимараттар, ескі қыш бұйымдары, жалпы барлығы сақталған. Келіп асықпай көріп, тыңдап ақпарат алсаңыздар болады. Ал келесі локациямыз Кіші Қазар погодасы. Жалпы бұл погоданың Кіші Қазар деп аталу себебі ежелгі буддистік аңызбен байланысты. Аңыз бойынша аш отырған монахтарға аспаннан жабайы қаз құлап түскен, және олар бұны белгі деп біліп, дәл осы жерден погода тұрғызған. Бағана көрсеткенім кіші погода болса, қазір біз үлкен погодаға келдік. Бұл жерге бір адамға билет құны 10 юаньды құрайды. Сонымен қатар бұл жерде Будда мүсіні орналасқан. Білесіздер, Қытай халқы Буддаға бағынады. Бұл жерде дәл Будданың алдында хош иісті таяқшаларды қойып, дұға етіп, осылай осы жерде құлшылық жасауға болады екен. Өте әдемі, өте бір ерекше орын. Сияньді түсіну үшін оның көшелерін ғана аралау жеткіліксіз. Сондықтан біз қазір Сиянь музейіне келдік. Бұл жерден қаланың бірнеше мың жылдық тарихын, ежелгі әулеттердің мұрасын және Ұлы Жібек жолының іздерін көруге болады. Әр жәдігердің артында тұтас бір дәуірдің тарихы жатыр. Ең қызығы, мұнда тарих құрғақ ақпарат ретінде емес, көз алдыңызда тіріліп тұрғандай әсер қалдырады. Қала бойынша серуеніңізді Сиянь қала қабырғасынан бастасаңыздар болады. Ұзындығы шамамен 14 километрге жететін бұл қабырға Қытай бойынша ең ежелгі және толығымен сақталған жалғыз қабырға деседі. Жалпы біздің тұрған локация бұл жер, және де байқасаңыздар, қабырға толығымен қаланың топ локацияларын қамтиды. Бұл дегеніміз шамамен мына жерден сіздер велосипедті жалға алып, толығымен осыны серуендеп аралап шықсаңыздар болады. Достар, қабырғаға кіру үшін арнайы билет алу керек екен. Бір ересек адамға билет құны 54 юань. Сонымен қатар күнделікті сағат кешкі 8-де арнайы шоулар жүргізіледі. Ол жерде отыратын орындыққа байланысты жаңағындай 280 юаньға алуға болады билет, 380 юаньға. Жалпы өздеріңіздің таңдауларыңызда арнайы Қытай шоумен, яғни көрсетілім қойылым қойылады екен. Ал достар, бағана айтқандай, осы қабырғада велосипед арендаға алуға болады. 3 сағатқа бір адам 45 юаньға осындай велосипед алады. Яғни 3 сағатта осы қабырғаны түгелімен айналып шығуға болады. Меніңше бұл өте тиімді, өйткені жаяу ол ұзақ меніңше. Дайын болсаңыздар, біз кеттік. Ола! Ал достар, мен осы саяхатында қала тұрғындардан сұрадым, қайда дәмді тамақтануға болады деп. Жалпы қытайлықтардың барлығы сүйікті тамақ ішетін асхананың бірі. Бұл мен артында тұрған Янки Дамплинг деген асхана екен. Және бір ерекшелігі, тура кіреберіс жерде тәтелер тұшпараны қолдан тез-тез түйіп отырады. Ендеше ішіне кіріп, қазір дегустация, яғни дәмін тататын боламыз. Кеттік. Бағана кіреберісте көргендеріңіздей, осындай арнайы тұшпараларды тәтелер жасап отыр. Ендеше бізге дайындап алып келді. Қазір дәмін көретін боламыз. Өте дәмді иісте. Өте дәмді. Өте. Қойдың етінен сорпаны алдық. Сәл қышқылдау сорпа. Жалпы маған ұнап жатыр. Өте дәмді.
Жалпы Сияньда 20-дан аса ірі сауда орталықтары бар екен. Соның бірі біз қазір Кайон молға келіп қалдық. 8 қабаттық ірі сауда орталығында іздегеннің барлығын табуға болады. Бұл жерде мықты Қытай брендтері, сонымен қатар бүкіл әлемдік брендтер де бар. Біздің бір байқағанымыз брендтердің, мысалы Adidas, Nike сияқты дүкендердің Қазақстанға қарағанда әлде қайда бағасы тиімдірек. Сондықтан саяхаттап келген кезде біле жүріңіздер, сауда жасауға да бұл жақ тиімді. Ал бұл Сияньдағы SKP сауда орталығы. Мұнда әлемдік брендтердің 1000-нан астам дүкені орналасқан. SKP тек шопинг орны ғана емес, заманауи өнер мен сәннің орталығы саналады. Жалпы біздің брендті сүйетін жандар үшін, жолаушыларымыз үшін бұл орын таптырмас екен. Сияньда кәдесый таңдаудың түрі өте көп. Мұнда магниттер, желпуіштер, Қытай шайы, жібек бұйымдар, жергілікті тәттілер, каллиграфия туындылары мен терракота әскерінің шағын көшірмелерін сатып алуға болады. Бағаларды әртүрлі, сондықтан кез келген бюджетке сай сыйлық табуға мүмкіндік бар. Ал достар, біз қазір Сияньның Лихуай Сити атты аттракцион паркіне келіп қалдық. Қаладан 30 км жерде орналасқан. Және де бұл жерде Қытай бойынша ең үлкен әрі ең жылдам американдық горкасы бар екен. Қазір сынап көретін боламыз. Сонымен қатар жалпы алуан түрлі аттракциондар бар. Ішке кіріп барлығын көрсететін боламыз. Жалпы қызық болайын деп тұр. Ал ендеше дайын болсаңыздар кеттік. Паркке билет құны бір адамнан, бір ересек адамнан 99 юань екен. Бұл шамамен 7000 теңге шамасы. Шеше. Бай-бай. Эмоции не передать болып тұр. Сұмдық әлем анау. Сүкіті ғой. Достар, сағат 13:52 біз түскі асымызды тәмамдадық, ал Қазақстанда енді ғана таңғы астарын ішіп болды. Сағат ол жақта 10:52. Яғни сағат белдеуі 3 сағат алдыда бұл жерде. Ал егер де Қытай асханасынан жалықсаңыз, өзімізге үйреншікті KFC, Макдональдс, Starbucks және де Pizza Hut сияқты брендтер бұл жерде бар. Сондықтан да тамақтанып алуға еш кедергі жоқ. Ал достар, біз қазір мұсылман кварталындағы Сиянь көне мешітіне келіп қалдық. Жалпы мешіт болса да бұл жерге билет алу керек екен. Бір адамға билеттің құны 25 юаньды құрайды. Әлі күнге дейін бұл жерде намаз оқылады дейді. Және де біздің бір байқағанымыз, бұл жерде ислам архитектурасы мен Қытай дәстүрлі стилінің ерекше үйлесімі. Жалпы өте әдемі, үлкен бақшасы бар, және де стилистикасы әрине бір ерекше вайбты тудырады. Достар, әрдайым байланыста болу үшін өзіңіздің операторыңыздан сіздер роуминг қосып алсаңыздар болады. Я болмаса телефоныңызда eSIM қосымшасы егерде жұмыс жасаса, онда Air Allo, Freedom Travel және де Travel Mobile атты 3 қосымшалар арқылы сіздер ыңғайлы бағада eSIM, яғни қосымша интернет жүктей аласыздар. Жалпы бағасы мен гигабайты сіздің саяхаттаған күндеріңізге байланысты.
Достар, Flyerstан мобильді қолданбасында билетті сатып алу, брондауды басқару, онлайн тіркеуден өту және де қосымша қызметтерді сатып алу әлдеқайда жеңілірек және ыңғайлырақ. Сондықтан да менен сіздерге бір кеңес, осы QR арқылы өтіп, біздің мобильді қосымшамызды тегін жүктеп алсаңыздар болады. Ал достар, біз тамақ ішуге келдік. Мен бұл кафенің аты қандай екенін де білмеймін. Сыртта адамдар өте көп отыр. Демек, бұл өте дәмді деген сөз. Сондықтан да қазір бізде тамақтың атын да білмеймін, сөздің шыны керек. Жай ғана айттық, бізге тауық еті деп осындай күшті тамақ алып келіп берді. Қазір сіздермен бірге дегустация. Дәмді. Дәмді. Себебі тауықпен маринадталған салат араласқан, сәл ашты, бірақ дәмді. Және салқын кейде, ыстық емес. Ал біз қазір Сиань халықаралық әуежайындамыз. Бұл Қытайдың солтүстік батысындағы ең ірі әуежайлардың бірі және өңірдегі басты әуехаб саналады. Әуежай Сиань қаласының орталығынан шамамен 40 шақырым жерде орналасқан. Әуежайдың ішінде тамақ ішетін орындар өте көп. Мұнда жергілікті Қытай тағамдарынан бастап, кофе, фастфуд және түрлі тәттілерге дейін табуға болады. Валюта айырбастау бөлімдері мен банкоматтарда жұмыс істейді. Ішінде duty-free аймақтары, демалыс орындары және тіпті шағын музей де бар. Сондықтан рейсті күту мұнда әлдеқайда қызығырақ өтеді. Блогымызды қорытындылай келе, Flyerstан әуе компаниясының атынан біздің баз демеушіміз Халық иншуранс сақтандыру компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Саяхат тек әсер емес, сонымен қатар қауіпсіздік. Сондықтан да әр сапар алдында өзіңізді де, жақындарыңызды да сақтандыруды ұмытпаңыздар. Сенімді сапар дұрыс сақтандырудан басталады. Және бұл сапарымның ерекше әрі жайлы өтуінің бірден бір себебі бұл үстімде сәнді әрі ерекше киімнің болуы. Жалпы күнделікті қозғалыс, ұзақ жол, түсірілім барысында мен өзімді еркін сезіндім. Және сол үшін мен қазақстандық бренд Адили дүкеніне үлкен алғысымды білдіремін. Ал құрметті көрермен, осымен Сиань қаласындағы біздің 4 күндік саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрді бұзбай, менің қолымдағы саяхат сертификатын жасыратын боламын және келесі кадрмен қайда жасырғанмен бөлісемін. Жалпы Сианьға саяхаттауға тұрарлық па деген сұраққа мен мүлтіксіз жауап бере аламын. 100% иә, себебі бұл жақтың адамдарымен танысып, асханасын дәмін татып, осылай тарихи орындарды өз көзіңізбен көру бұл әрине тұрарлық. Сондықтан да саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегі Дидиана, влогымызды соңына дейін қарағандарыңыз үшін шеше. Келесі қалада кездескенше.